Ал енді мына салпыншағын қалай жасау керек, соны көрсетейін. Бірінші жіпті осы жерден бекітіп аламыз. Енді 3 бисер алдым. Ары қарай жемчуг, стеклярус, хрустальдарды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ала берсеңіздер болады. Үш бисер, жемчуг, бисер, стеклярус, бисер. Әрбір бисер, стеклярус, хрустальдардың арасынан бисер қойып отырасыздар. Неке енді соңғы бисерді қалдырамыз да инені қайтадан кері қарай өткізіп шығамыз. Енді мына жерде біз бір бисерден ғана өткіземіз да, 2 бисер тағы жеке өткізіп аламыз. Инемізді мына жердегі бисер, хрусталь бисерден өткіземіз. Және де дәл осы техниканы 6 бөлігіне қайталап шығамыз. Жіпті жақсылап тартамыз, қатты тартылып қалмасын, және де бос жіптер қалып кетпесін. Бізде 6 үлкен хрусталь бар, соның бойында бізде осылай салпыншағы тұру керек. Енді соңғы жағын көрсетіп жіберейін. Мына жерде соңғы жағында қалай түйіндейміз, соны көрсетемін. Бисер, хрусталь бисерден өткізіп аламыз, және де осы жерден жібімізді түйіндейміз. Неке жібімізді түйіндедік. Енді инемізді осы жерден өткіземіз да жіпті қиып аламыз.
Бізге шашбаудан осындай 4 штук керек болады. 4-еуі де бірдей болсын қыздар.